Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Бүгін керемет осындай қызылшадан, витаминге толы қызылшадан және де сәбізден кереметтей салат жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Комментарияға өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Баршаңызға мың алғыс. Бізге қажеті 2 бас қызылша, піспеген болу міндетті, және де 1 штук сәбіз болса жеткілікті. Көлеміне қарай 1 пияз, 2 пияз қолдануға болады. Әрине, бұл жерде сәбізді қызылшаны тазартып алып, жуып, осындай үккіштен толық өткіземіз. Өткізіп болған соң, осындай әдемі болып тұрады. Бұның үстіне кішкене ғана тұз себетін боламыз. Тұз сеуіп, 1 сағатқа қалдырып қоясыздар. Мен бұл жерде жарты сағат ұстадым, асығыс болғандықтан. Бұл жерде таза өзінің сөлі шығады. Тұзды сепкеннен кейін кішкене осылай араластырып, бетін жауып қойып қоясыздар. Бетін жауып қойғаннан соң кішкене су шығады. Суы бізге қажет емес, әрине. Өте керемет болады. Әсіресе осы витамин, гемоглобині төмен адамдарға осыны жеген өте пайдалы. Негізінде қызылша мен сәбіз өте жақсы көтереді. Осылай сәбіз бен қызылшаны қойып қойдым. Және де 1 пиязымды майдалап турап аламын да, көріп тұрғандарыңыздай аз ғана май құйып, қызарғанша қуырып аламын. Қызартып қуырып аламыз. 2 пияз қолдансаңыз да болады, қалауыңыз бойынша қолдана беріңіздер, артық етпейді. Мына көріп тұрғандарыңыздай, міне өзінің сөлі шығады. Бұл сөлі бізге қажет емес, әрине. Бұны бөліп алып тастаймыз. Осылай әрине қонаққа жасасаңыз да өте керемет салаттың бірі. Дәміне қарай күшті шығады екен. Үйде жасап көріңіздер. Көп нәрсені талап етпейді негізінде, және де дайындауға өте аз уақыт кетеді екен. Осылай жаңа қуырып алған пиязды үстіне салдым. Үстіне салып араластыра саламыз, болды. Бары сол. Бұған әрине қалауларыңыз бойынша чеснок қолдансаңыздар болады, бірақ мен чеснок қоспадым бұл жолы. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі паприка, қызыл паприканы қосамын, 1 шай қасық. Үйде бар ұсақталған кориандрды қосамын, одан да 1 шай қасық қосамын. Татымына қарай тұз қосасыздар, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосуға болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен қара бұрыш салдым, тұз салдым. Және де бұл жерде уксус қосамыз, 70%-дық уксустан. Негізі уксусты аз құйсаңыздар жеткілікті. Мен бұл жерде кішкене көбірек құйып жібердім. Себебі уксустың дәмі сәл шығып қалды. Қызыл бұрыш қостым татымына қарай. Және де кез келген зелень түрін қолдануға болады. Кинза ұнатсаңыз, кинзаны қолданыңыз. Укроп петрушка болса, укроп петрушка қолданасыз. Мені барлығын әдемі етіп араластырып қоясыз. Араластырған соң негізінде тоңазытқышта 1 сағат, 2 сағат тұрса өте керемет болады. Дәмдеуіштердің бәрі бойына сіңеді. Көріп тұрғандарыңыздай мынау аскөкті салдым. Енді араластырып тоңазытқышқа жіберем. Менде 2 сағаттай тұрды. Кешкі асқа дайындаған салатым өте керемет болды. Негізі қызылшаны жақсы көретін адамдарға өте жақсы. Жақсы көрмесеңіз де арасында аптасына 1 рет жеп тұрған өте жақсы. Осылай үйде жасап жеңіздер. Көп нәрсені қажет етпейді. Құрамы өте қарапайым, бірақ витаминге толы. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын дейм. Үйде жасап жеңіздер. Керемет салаттардың бірі. Баршаңызға мың алғыс.